Енді келесі қадам бізде осы жүктелінген жердің сандық үлгісін 3D-да көтеруді қалай көрсетуге болады. Яғни сіздер ArcSchem бағдарламасын ашуларыңыз қажет мысалы. Және де біздің Түркістан Дем Clip атты растрлық түсірісімізді копировать етіп, біздің өзіміздің ArcSchem-ға орналастыруларыңыз қажет. Яғни алғашқы орналастырған кезде сіздердің ол тек ешқандай 3D-дағы көрініс жоқ екендігіне көздеріңіз жетеді. Сол үшін ең алдымен біз Түркістан Демнің ішіне кіріп Properties'қа кіреміз. Properties'та Base Heights, Floating Custom Surface және де окейді басатын болса қалай өзгеріс табады екен, соны байқап көреміз. Яғни біздің берілген көрсеткіштеріміз дұрыс емес екендігіне көзіміз жетті. Сол үшін біз көрсеткіштерді азайтуымыз қажет. Егер сіздерде осылай жоғалып кететін болса, оны сіздер келесідей көрсеткіштерге өзгертсеңіздер болады. 0,01-ге окейді басып көреміз. Және де сіздердің көтерілген деректеріңіз 3D-да бейнеленіп тұр, бірақ тау бөктерлері өте жоғары екендігіне көзіміз жетіп отыр. Сол үшін біз оны тағы да 10 өлшемге азайтуымыз қажет, яғни қасына қосамыз да окейді басатын болсақ, біздің 3D-дағы үлгіміз сәтті шығатындығы, яғни Қаратау таулар және басқа да бірқатар таулар көрініс тапқандығы көріп жатырмыз.